Қайырлы күн, құрметті көрермендер мен тыңдармандар. Сіздер сенім алаңының кезекті шығарылымын тамашалаудасыздар. Сіздермен бірге подкастың жүргізушісі әдеттегідей мен Есенбаева Гүлжайна, және де бүгінгі сенім алаңының қонағы Сейітов Қарлығаш Тасымханұлы. Сейітов Қарлығаш ағамыз өз еңбегімен жетістікке жетіп, және де жан-жақты тұлға, ауыл шаруашылығын маманы, ішкі істер саласын және де ауған соғысының ардагері, ал қазіргі таңда біздің орталығымыздың шахмат үйірмесінің жетекшісі. Құрметті Қарлығаш аға, біздің подкастымызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгінгі біздің әңгімеміз балалар үшін және де тыңдармандар үшін өте әсерлі және де қызықты болады деп ойлаймын. Мен де солай үміттімін. Ал енді Қарлығаш аға, сіз алдымен өзіңіз жайлы өзіңізді таныстырып өтсеңіз, өзіңіз жайлы мәлімет берсеңіз. Мен 1960 жылы қазіргі Абай облысында қарапайым отбасында дүниеге келгем. Біз отбасында үлкен семьямыз. Енді ауылда ес білгеннен бастап жұмысқа араласқаннан кейін сол ауыл шаруашылығы мамандығын таңдадым. Одан кейін өз борышымды атқарып, кейіннен ауыл шаруашылығы жұмысын істеп жүргеннен кейін ішкі істер саласына кәдімгідей шақырып, о жақтан зейнетке шығып, қазіргі уақытта осы шахмат саласында айналысып жүрген жайым бар. Ал енді Қарлығаш аға, осы шахмат саласын таңдауға не себеп болды? Шахматқа қызығушылығыңыз қалай пайда болды? Мен енді бала кезімде көп жұмыс істегеннен кейін, қай жерде болсын реті келгенде спорттың қай саласында болса да қатысуға тырысатынмын. Енді шахматты мен сол армиядан кейін ақырын үйрене бастадым. Бұл шахматтың денсаулыққа, мына ойлау қабілетке, еске сақтауға қатты әсер ететін білгеннен кейін қызығушылығым пайда болды. Коронавирус кезінде өзімді дамытып, көбірек айналыстым. Үйдегі немерелерімді үйреттім, көрші маңайды қамтыдым. Одан кейін өзі Нұрдәулет деген немерем маған ой салды: ата, сіз неге балдарды үйретпейсіз деп. Содан Астанада бапкердің оқуын оқып, төрешіліктің оқуын оқып, сол маған себеп болды. Қазір немерем өзінен асып кетті. Ол жан-жақты бірінші разряд нормасын орындаған. Былай айтқанда менің қазір жеңіп кететін болды өзі. Менен асты. Оған мен қуаныштымын. Ал енді сіздің осы шахматқа қызығушылығыңыз артты. Енді алдағы өсіп келе жатқан болашақ ұрпаққа, қазіргі таңның балаларына ол қалай әсер етеді? Қазіргі заманда балалар кітап оқудан да қалып бара жатыр. Көбінесе телефонда отырады. Сондықтан мен әрқашанда айтатыным, шахмат ойыны балалардың дамуына қатты әсер етеді. Еске сақтау, ойлау қабілеттері. Үлкен шахматшы болып кетпесе де, өмірлеріне қажетті бұл шахмат спорт түрі деп ойлаймын. Ал енді мені де және де тыңдармандарды да мазалайтын сұрақ: өмірде жетістікке жету үшін адам қандай қасиеттер болу керек адамның бойында? Адамда ең бірінші еңбекқорлық керек. Мен әрқашан балаларға айтамын: ерінбеңдер, жеңіс оңай келмейді. Оған үлкен еңбек керек, маңдай тер төгу керек. Қазір міне Аллаға шүкір, осы балаларды қолдау орталығында 12 бала 4-ші разряд нормасын орындады. 20 бала рейтингі орындады ФИДе саласында. Мен ойлаймын, енді әр тренердің, әр бапкердің арманы ғой, мақсаты жақсы шәкірт, жақсы бапкердің шәкірті озады дейді. Мен де соны аңсаймын. Шәкірттерім Қазақстанымыздың намысын қорғап жүрсе, оның артық қандай бақыт деп ойлаймын. Мәссаған, өте керемет. Ал енді сіз болашақ ұрпаққа қандай сөз насихат қалдырар едіңіз? Енді дүниеге келгеннен кейін әр адам қоғамға өз пайдасын тигізу керек. Сондықтан да бұл
мен ойлаймын сауапты іс. Осы салада өзім артынан адамдар еріп, жоғары деңгейде жетістіктерін көрсетіп жатса, мен үшін үлкен жетістік деп ойлаймын. Енді Қарлығаш аға, сізді Ауған соғысының және де ішкі істер саласының ардагері деп атап өттік. Сол жайлы бөліссеңіз. Енді біздің кезімізде армия қатарына бармай қалу үлкен ұят болатын. Қазіргі заманда кішкене жастардың көзқарасы басқадай. Солардың қатарында мен де өз борышымды Ауған соғысында қатысып, 1979 жылдан 81 жылға дейін сол жерде өз борышымды ел қатарында атқарып келген жайым бар. Әрине қиыншылықтар болды ол жерде. Маған кішкене оңайлау болған себебі, мен бала кезімде жұмысқа араластым. Енді әкем өмір бойы қойшы болғаннан кейін ат үстінде өстік қой. Ат үстінде өскен балалар шымыр келеді. Қандай спортқа да және де мына қиындыққа төзеп береді. Сол жағына маған жеңілдеу болды, мен қалдардың балалардың арасында. Оған мен енді қазіргі таңда да міне Аллаға шүкір, өз денсаулығымды күтіп бағып, дене шынықтырмай айналысып сөйтіп жүрген жайым бар. Ал енді Қарлығаш ағай, сіздің біздің сенім алаңға келіп, уақытыңызды бөліп, бізге сұхбат беруге келіскеніңізге өте шын жүректен алғысымды білдіремін. Ал енді шәкірттеріңізге алдағы уақытта үлкен биік белестерден көрінуді тілеймін. Ал енді сізге деген шын жүректен алғысымды білдіремін. Уақытыңызды бөлгеніңіз үшін, және де сізге де алдағы уақытта әрдайым жетістіктерден, биіктерден көріне беріңіз. Айтқаныңыз келсін, сіздерге де творчестволық табыстар тілеймін. Ал енді құрметті көрермендер, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше.